өзі турында халық фикрін білерге тілеген бір патша, ел ортасына зор таш кетіріп қойғанда, өзі ағашлар арасына кіріп яшірінген. Орызған барған кішілердің көбісі елларыны қарамы деп патшаны сөгіп кете екен. Күн ұзынға созылған бұл хал. Кешкі яқта бұғыр наша бір фәқир крестьян үйіне қайтып бара екен. Ол елда ятқан ташыны көреді, сөзсіз гіне ташыны ел шетіндегі қанауға тәгіретіп түсіре. Hem taş тұрған жерде бір яншық алтын ятуын көре. Яншық янына бұл алтын кішелерге құмашаулаған ташыны елдан алып қойышыға патшадан бөлек деген язу да қойылған бола. Кіші тұрмышындағы қиынлықлар бірсі де шырақлы түгіл. Әдем баласынан ендігіне сынау келсе де, артында жеңіллік болыр. Бізге ташыны шетке алып қойған кебек әзірек тырышлық, анар біраз сабырлық қына көрсетірге керек. Бір оқушы ұстазынан сұрай. Бұл дүния бізге дос му, дұшман му? Ол бізге изгілік кетіруші ме, әлі керісінше зиян тілеуші ме? Аны білуі бек жеңелді ұстаз. Әне тігі Искамбарға кірді, сен кім деп қышқыр. Ол өзі сена жауап қайтарыр. Дүния кішіге қаратан енді мүнесебетте болуын шуннан аңларсың деген. Оқушы шылай ішлейді. Амбарының ішіне кіреді, сен кім деп бек қаты қышқыра. Түрлі яқтан анарға сен кім деп қайта ауаз білән жауап берген. Егіт бір нейді аңламаған, аптырап қалған. Шул вақыттан барға әт келіп кірген. Әм ашыланып, ырылды-ырылды үрірге тұтынған. Аңлашыла ки, қайта ауазда әтке үрі білән жауап берген. Әт қатыра кірген сайын, қайта ауазда күшейе барған. Әт исәқи тынышланмай, көзге көрілмәс жұманны тішләп бізерге ойлаған. Бір не қадар вақыттан тәмәм арып, тілін осылындырып, ақылдан шашар дәрежеге жетіп, жерге иғылған. Бүлмәде әтке зиян салырдай бір нәрседе, бір кімде юқ исе. Әмма ол өзінің қайта ауазы білән күрәшә, шошы хәлге түсті. Шуны біл. Дүния ол зор бір күзгігіне. Сен аңған ешік болсаң, ол да сеңа шулай жауап қайтарыр. Туған елдерінде іш жоқлықты. Яшау шартлары бек нашар болуыны себеп етіп, бір милләт шитке көшініп кетерге қарар қыла. Шит түбәклерде бақытлы тұрмыш күтіп тұрадыр деп ойлайлар индалар. Шушы ой қияллар білән дестелеген кіші бар болған мал мүлкетлерін алып, қарапқа отырып, езіп кетелер. Не қызғаныш? Деңгіз ортасында бұлар бәлеге таралар. Қарапларына су кіре башлай. Бәқітке бір отырауға яқынлашып келген шаплары бола бұларының. Бар үмітлері шундай шығып құтылып қалу. Отырау дегенлері кіші аяғы басмаған жер болып шыға. Мың бәле білән шунда езіп келіп исән қалалар бұлар. Алға таба нешілергесің, нешік ешерге? Бұлар өзара фикір алшалар да отыраудағы жерін ішкәртіп, иген шешерге болалар. Жеріні суқалай башлауға алтын табалар бұлар. Мында алтын ғайжайып көп, біз бек бай болашақпыз деп бек қаты сүйінелер. Жер ішкәрту кереклігі ұнытыла. Барысы да иртәкеш алтын шығару үшіне шума. Бұл үш білен артық мауығып кетіп, шәші уақытында оздырып жіберелер бұлар. Шылай етіп алтынға тең вақытыны юғалталар. Мына бір заман күннәр суыта башлай, жиғанға күз келі. Бұларының азық түлік запасы да кемігеннен кемей. Тұра бара бұлар бірәм аштан өле башлайлар. Әр мәйітіне жиған алтын үстіне ташлай баралар. Алтын қадірі бек тез біте. Аны бет ашап та, ішіп те болмайды. Байлық артынан қуып, дүнияда аңардан да мұхимірек нәрселер барлығын ұнытмағыз.